ұлым мені кеңсайға қоймай өтінем. Аулаққа да әкетпей әулетімнен, әуле-күлер шошытқан әлде кімнен, әруағыммен қауышам қай бетіммен депсіз. Сапарына, сазына сапарласып, қай бетіммен жатпақпын қатарласып. Жайлы жерді табуың қиын екен, жау жармасып жатқанда жат арбасып. Көз көреді деген бар есіткенді, өмір қанша жұмбағын шешіп берді. О заманда бұ заман кім көріпті, өлгендерге соншама өшіккенді. Адам ата жаралған күннен бері өң түсіме бұл сұмдық кірген беді. Іргелелмін дегенің кімге керек, қорым жайын қор болса іргеңдегі. Әруақ тестен шығарған өлік тойдан, жетпегірге біттекен желік қайдан. Есеріне ел жұрттың күмәнім бар, есеріне ерікті беріп қойған. Ерден ерік, ерінен күлкі кетті, заманыма не деймін түлкі бетті. Ұжымақтан жайсырап жатқан жоқ қой, ұлым қабыл алғайсың бұл түлекті. Жүгенсізге жүрегім жүгінер ме, тірлігімнен түрім бар түңілерге. Өлгендерге соншама өшіккендер, тыным берер деймісің тірлерге. Арманымды айтайын күн ілгері, қоя көрме кеңсайға ұлым мені. Күндіз күлкі, айрылдым түнді ұйқыдан, қабір қирап, құлпытас бөлінгелі, қоя көрме кеңсайға ұлым мені. Өлеңнің жалпы табиғаты айтып тұр ғой. Осыдан біраз уақыт бұрынғы Алматыда болған жағдай, вандализм. Жалпы адамның болмысына, табиғатына, бүгінгі тіршілік қарекетімізге жат жағдай болды. Жалпы ең қасиетті рухани қазынамыз есептелетін қабірстанға қайдағы біреулердің баса таптап кіріп, қасиетті құлпытасты бұзған кезде бүкіл жұртшылықтың жан жүрегі атой салып, өре тұрып, соған қарсылық білдірді. Бұл деген сұмдық. Осындай заманда, мынау жақсылыққа бет алған заманда, осында арамызда сондай зұлымдардың, зәлімдердің жүргендігі адам жанын түріктірді. Мына өлеңнің шығу себебі сондықтан да, мына жалпы көпшіліктен қолдау тапқан себебі сол. Бәрінің көкірегінде сол зұлымдарға деген, сол қиямпұрыстарға деген бір қарғыс нәлеті жатқандығы байқалады. Қолдап кету себебі сол ғой. Енді адам болған соң, заман болған соң жақсы да болады, жаман да болады. Бірақ жақсылық сол жамандыққа қашанда күрес ашуға тиістер. Жасырынбай, жасқанбай, жасықтанбай. Мынау аманаттың сол рухы, сол біз зұлымдыққа алған кезде, зұлымдықтың да түрі болады, мысалы, соғыс, мысалы, әртүрлі апат, арамдық, мысалы. Осыларға біз бірігіп күрес ашуымыз керек. Ол енді ақынның аузынан шықпаса, бүгінгі ақынның аузынан шықпаса, ол енді қайшан шығу керек дейсіз.